Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін менде өте оңай хичинидың рецептісі. Бізге керегі пюре және де сыр және укроп. Оны қоссаңыз болады, қоспасаңыз болады. Кішкене ұн себе отыра қамырымызды елейтін боламыз. Қатты кәдімгі қамыр сияқты емес, ұнды кішкене ғана саламыз. Көз мөлшерімен осылай 1-2 мәрте салып осылай елейміз. Одан кейін қамырымыздың кішкене бөлігін алып, қолымызға домалатып, осылай ұнды жақсылап сеуіп астына өзіміздің сковородкамыздың формасына қарай үлкендігін жайып аламыз. Жұқа етіп. Сковородка бізде міндетті түрде асты сухой болу керек, ешқандай май, ештеңке қоймаймыз. Осылай үстіне салып, қызып тұрған екі бетімен пісіріп аламыз. Екінші бетін пісіріп болғаннан кейін міндетті түрде алып май жағамыз. Майды жақсылап жағу қажет, барлық жеріне жеткізіп, түрі де дәмі де кіреді. Ал енді екінші қамыр, осылай тез-тез барлығын пісіріп тастаймыз. Қаласаңыз екі беттен сковородка қойып, тез-тез пісіріп алсаңыз болады. Мен солай жасадым. Екі жақтан пісірсең тез боласын. Мен астында описанияға қанша грамм барлығын жазып кететін боламын. Міндетті түрде кіріп қарасаңыз болады. Осылай барлығына майымызды жақсылап тұрып жағып шығамыз. Міне дайын біздің хичинилеріміз. Дәмі әдемі болып шығады. Ол әркімнің өзінің вкусына қарай. Жасап жатсаңыздар ас болсын. Егер де видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.